Алтын арыстанды тапқан адамның хикаясы. Ертеде аш көз бай алтын арыстан тауып алыпты. Сонда ол өзіне: «Не істерімді білмей тұрмын. Қатты абдырап қалдым. Бір жағынан мен алтынға құмармын. Ал екінші жағынан мен қорқақпын. Не істесем екен?» «Шынымды айтсам, қиналдым. Алтынды жақсы көрсем де, арыстаннан қатты қорқамын. Алтынға деген аш көздігім ал дейді. Бірақ қорқынышым жоқ дейді. Қолым жетіп тұрса да, ала алмай тұрмын. Бұл қазына мені қуантпады. Құдайдың мейірімі жетсе де қабылдай алмадым. Мұның бәрі нені білдіреді? Не істеймін?» «Әзірге отыра тұрайын. Отбасымнан көмек сұрап, олармен ақылдасайын». Бұл оқиға аш көз әрі қорқақ адам жайында.